қазір елімізде ажырасулар өте көп та. Қазір әйелдер қорқпайды. 3 баламен де 4 баламен де спокойно ажырасып кете береді да. Тосын, өйткені олардың сенімі мол да. Тағы да байға тиім, тағы да керек болса 3-4-еуін туып тастаймын деп ше. Вообще қорқпайды қазір әйелдер ше, келіншектер. Біз баяғыда мысалы біздің жаңағы әке шешелеріміз айтатын еді, әй 3 баламен қайда барасың, сорлау, тентіреп кетесің, аш қаласың дейтін еді ғой. Қазір вообще әйелдер ештемеден қорқпайды. Қазір смело 3-еуінде 4-еуінде алады да жүре береді байын тастап. Өйткені қазір айтады, ол байларына ашық айтады. Мен мысалы сенімен байланыстырып тұрған ешқандай материалдық дүние емес. Сен даже мені баламен ұстай алмайсың, баламен мені байлай алмайсың. Кетем десем кетем. Сенімен екеумізді байланыстырып тұрған только сезім мен сенім дейді да. Мен саған сенуім керек дейді. Егер мен саған сенбесем, арамызда сезім болмаса, ауфидризайн, кеттім дейді да. И все, алады да кете береді. Бұл не сонда? Не ма? Эгоизм ба? Әйелдер тарапынан алғанда. Неге әйелдер өзінің қамын, басын, бақытын ғана ойлайды да? Ол енді олай ойлауға да олар, в принципе, құқы бар, әрине. Баласын ойламайды, басқасын ойламайды. Солай әйелдер өзгеріп кетті да? Айтыңыздар бірдеңе.